Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен дәл осындай самса жасайтын боламыз, слоеный тестадан. Яғни ол тестамыз жаюды, майлауды қажет етпейді. Осылай ұнымызға мен 2 кесе ұнға дайындадым. Осылай 1 кесе ұнымызды салып, жарты кесе ұнымызды осылай салып алып, ортасын ашып, достар, бұл тестамызға майонез, 1 жұмыртқа және тұз, осындай шедевр майы керек болады. Осы шедевр майын бөліктерге бөліп, үй температурасында тұрған болу керек. Осылай қамырымызбен жақсылап илеп, араластырып аламыз, үгітіп. Міне осылай қамырымызбен майымызды араластырып, ортасын кішкене ашып аламыз да, майонезімізді барлығын салатын боламыз. Кішкентай ғана майонездің кішкентай түрі, осылай бір майонездің барлығын салып алатын боламыз. Сосын 1 жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып аламыз. Осылай тұзымызды салып аламыз. Мен көз өлшеммен саламын. Және не ачы, не қатты тұзы жоқ болып қалмайды. Осылай көз өлшеммен тұзымды салып алдым және бір шөміште түбінде ғана жарты шөміштен аз ғана су құйдым. Және осылай қамыр илеп алатын боламыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болады. Және бұл қамырымызды пакетикке салып, морозильникке 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз начинкасын дайындаймыз. Осылай картошкамыз бен пиязымызды жуып, суынан сырғытып алып, оларды жақсылап осылай турап, фаршымызды салып, картошка, пияз, фарш қостым. Міне осылай тұзымды араластырып, қара бұрышымды сеуіп, және қызыл бұрышымды аз ғана алып сеудім. Мен осылай жасаған жақсы көремін. Өздеріңіздің қалауыңыздарыңызша істейсіздер. Және осылай начинкасын турап, жақсылап араластырып дайындап алдым. Міне морозильникте тұрған 30 минуттан соң қамырымды алып, міне осылай бөліктерге бөліп алдым. Осылай жайып, начинкаларымызды салып, осылай түйіп алдым. Және енді майланған табамызға осылай самсаларымызды қойып, бетін 1 жұмыртқаны жарып, осылай бетіне жұмыртқа жақтым. Беті қызарып пісу үшін. Міне достар, менің самсам дайын, пісті. 250 градуста пісірген болатын. Осылай міне слоеный тестамыз, самсамыз дайын болды. Міне қамыры да өте тамаша, жұмсақ болып шығады. Міне әрі ісі өте әдемі. Дрожь салмасақ та, міне өте күшті самса дайын болды бізде, достар. Ұнаса жасап көріңіздер, достар. Осындай самсаларымызды менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Алмагүл. Ас болсын.